Бірінші орынды Шардар ауданында, екінші орынды Сарыағаш алып отыр, үшінші орын Созақ. Сонда қалай, Ордабасының мүмкіндігі жоқ па, өзіміз айналамызды таза ұстай алмаймыз ба деген сұрақ туындайды. Мен ойлаймын, осыған құрметті ағайындар атсалысуымыз керек. Енді Ордабасы ауданы тұрған жері, ауа райы, табиғаты керемет қой. Ең басты барлығы өзімізге байланысты. Көрші елге барамыз, тұрған Өзбекстанға, кіре берісте өзіміз айтамыз, қандай керемет, тап-таза. Сонда біреудің тазалығын біз көре аламыз, мақтай аламыз, өзімізге келген кезде оны жасамаймыз. Соны ағайындар, барлықтарыңызды осы акцияға барлықтарыңызды шақырамын. Ол өзімізден басталады. Үйде өсіп жатқан бала шағаны тәрбиелеуіміз керек. Сондықтан барлықтарыңызды тағы да бір шақырамын. Үздік болған ауылдарға ағымдағы жылы кезектен тыс қажетті әлеуметтік нысан салынатын болады. Бұл мүмкіндіктеріңіз бар биыл жылға. Соны ағайындар бірлесіп жұмыс жасауымыз керек. Аудан әкіміне осындай конкурсты аудан деңгейде де өткізуді тапсырамын. Әрине енді мүмкін ауданның өзін бюджет шектеулі болғандықтан, енді ірі жоба болмаса да, халықтың ауылдың қажеттілігіне қарай оны қарап шығыңыздар. Енді қажетті көлігі болсын, біресе жасауға болады. Сондықтан соны сізге тапсырамын. Әркім ортақ іс үлестерін қосатын болса, өңіріміз көркейетін болады. Барлығымыз бірлесе отырып, қоғамдық экология мәдениет қалыптастыруымыз қажет. Бүгінгі таңда тұрғындармен көтеріліп жатқан бір қатар өзекті мәселелер орындалу мерзімі объективті себеппен созылуда. Біраз мәселені бүгін тағы да қосымша талқылайтын боламыз. Былтырғы мәселелеріңізді қолға келгенше қарап шықтық. Осы аталған мәселелер бюджеттің мүмкіндігіне қарай кезең-кезеңімен өз шешімін табатын болады. Шешу жолдары бойынша біздің нақты жоспарымыз бар. Біздің басты мақсатымыз облыстың барлық аудан қалаларында экономикалық өсімді қамтамасыз ету, инвестицияны тарту, жаңа жұмыс орындарын ашу, тұрғындардың өмір сүру деңгейін көтеруіміз керек. Ордабасы ауданын дамыту жолында бірлесіп аянбай еңбек етуге барлықтарыңызды шақырамын. Назарларыңызға рахмет. Осымен мен баяндамам аяқталды. Келесі баяндамашы Ордабасы ауданының әлеуметтік экономикалық дамуы бойынша 2024 жылы атқарылған жұмыстарын және 25 жылы жоспар туралы баяндама жасау үшін сөз аудан әкімі Азат Абдығалиұлына. Құрметті Нұралхан Оралбайұлы, қадірменді ордабасылықтар, былтыр облыс әкімі өздеріңізбен кездесу барысында аудандың маңызы деген 8 мәселесі көтерілген болатын. Аталған 8 мәселенің 6-ы бүгін таңда өз шешімін тапты. 2 мәселе қазір тұрақты бақылауда. Оны атап айтатын болсам, Ер-жеті және Құрманбек каналдарын күрделі жөндеуден өткізу үшін жобалық сметалық құжаттамасын біз әзірледік. Қазіргі таңда Ислам даму банкі арқылы қаржыландырумен алдағы 2 жыл ішінде жұмыстарды жүргізіп аяқтаймыз деген жоспар бар. Екінші мәселе, Елшібек Батыр ауылындағы 200 орындық мектептің құрылысы өткен жылы басталған болатын. Қазіргі таңда құрылыс жұмыстары жүргізілуде. Келесі жылы құрылыс толығымен аяқталып, пайдалануға беріледі деп есептеп отырмыз. Ауданның әлеуметтік экономикалық көрсеткіштеріне тоқталатын болсам, жалпы 2024 жылы қорытындысымен аудан бюджетінің кірістер жоспары 107%-ға, немесе 403 миллион теңгеге артығымен орындалып отыр. Ағымдағы жылы аудан бюджетінің көлемі 14,2 миллиард теңге болып, оның ішінде кірістер 6,1 миллиард теңгені құрады. Соңғы 2 жылда өзіндік кірістердің үлесі 27%-дан 43%-ға, немесе 1,4 миллиард теңгеге арттырылып отыр. Жалпы өңірлік өнім көлемі 2024 жылы 173 миллиард теңгені құрап, алдыңғы жылғы тиісті кезеңмен салыстырғанда 42,3 миллиард теңгеге артты. Ағымдағы жылы 197,5 миллиард теңгеге жеткізуді көздеп, жан басына шаққанда 179 мың теңгеге артады деп есептеп отырмыз. Өнеркәсіп саласына тоқталатын болсам, былтырғы жылы 45,3 миллиард теңгенің өнімі өндірілді, оның ішінде 45,5 миллиард теңге өңдеу өнеркәсібіне тиесілі.
ағымдағы жылы қорытындысымен 52 миллиард теңгеге жеткізуді жоспарлап отырмыз. Инвестиция саласында 2024 жылы 45,4 миллиард теңге инвестиция тартылды. Оның ішінде 31,5 миллиард теңге жеке инвестицияға тиесілі. Былтыр құны 6,5 миллиард теңгені құрайтын 151 жұмыс орнымен 5 ірі жоба жүзеге асты. Биылғы жылы, ағымдағы жылы инвестиция көлемін 53 миллиард теңгеге